Қайырлы күн, құрметті комиссия отырысына қатысушылар. Бүгін біз Атырау облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы бюджеттік бағдарламалар жоспарлау және қаржыландыру бөлімінің бас маманы осы лауазымда әңгімелесу өткізетін боламыз. Аталған лауазымға құжат тапсырған үміткер саны 1, Жаймұқанов Әділет Қадырбекұлы. Әділет Қадырбекұлы, сізге ескертетініміз әңгімелесу барысы бейнетаспаға жазылып отыр. Сонымен қатар әңгімелесуге байқаушы қатысып отыр. Және сізге бекітілген сұрақтардың тізбесінен сұрақтар қоямыз. Сұрақтарға жауап беру кезінде тіл таңдау құқығы беріледі. Яғни қазақ тілінде, мемлекеттік тілде немесе ресми тіл орыс тілінде жауап беруіңізге мүмкіндігіңіз бар. Қазір әңгімелесуді бастамастан бұрын сізді комиссия хатшысы комиссияның мүшелерімен және байқаушымен таныстырып өтеді. Сәлеметсіздер ме? Комиссия төрағасы Абух Марат Әлменұлы, облыс әкімі аппараты басшысының орынбасары, комиссия мүшелері Жұмағазиева Жанаргүл Сәлімгерейқызы, облыс әкімі аппараты персоналды басқару қызметінің басшысы, Мамбетов Азамат Саматұлы, Атырау облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарлама басқармасының басшысы, Меденов Саян, облыс әкімі аппараты бақылау және талдау бөлімі бас инспекторы. Конкурс комиссия жұмысын ашық тілмен объективті қамтамасыз ету үшін байқаушы ретінде Қазақстан мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Атырау облысы бойынша департамент мемлекеттік қызмет басқармасының бас маманы қатысып отыр. Нұрмұханов Дияр қатысып отыр. Ендеше Әділет Қадырбекұлы, бізде сұрақты қоймастан бұрын сізге сұрақтарды қай тілде қойған ыңғайлы? Орыс тілінде. Орыс тілінде де. Жалпы ескертетініміз, ойыңызды жеткізу мақсатында орыс тілінде де, қазақ тілінде де айта беруіңізге болады. Асықпай жауап беруіңізге де болады. Так, ендеше алғашқы сұрағымыз, что такое бюджет? Бюджет – это централизованная форма, которая выполняет определенное функционирование задач государства, то есть государственный бюджет. Бывают разные бюджеты, бюджетные совокупности и так далее. Что такое бюджетный процесс? Бюджетный процесс – это когда определенное финансирование, то есть денежных средств из государственного, то есть из государства, когда финансирует денежные средства, это называется бюджетным процессом. Следующий вопрос. Из каких разделов состоит структура бюджета? Разделы бывает... Структура бюджета. Структура? Да. Из чего она состоит? Республиканский бюджет, областной бюджет, городской, районный и так далее. Какие основы документов в систему государственного планирования? Какие основы документа есть в государственном планировании? Нормативные какие документы? Это Конституция, да? Все. Не знаю, точно не могу ответить, извините. Как подразделяются в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы? Как подразделяются в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы? Следующий вопрос, пожалуйста. Нету, да? Әділет Қадырбекович, сізге бекітілген сұрақтардың барлығы толықтай қойылды. Жауаптарыңызға рахмет. Егер де комиссияның оң қорытындысын алған жағдайда, сізге комиссия хатшысы 2 күн ішінде, жұмыс күнінің ішінде хабарласады. Рахмет. Сау болыңыз. Спасибо. Құрметті комиссия мүшелері, бүгінгі комиссия отырысына қатысқан үміткерімізбен әңгімелесу аяқталды. Әңгімелесу барысының жүргізісіне байқаушы тарапынан
ескертпе, сын пікірлер бола ма екен? Тағы да қайырлы күн, комитет төрағасы және комиссия мүшелері. Конкурс отырысы 40-шы бұйрық қағида талаптар сақтала отырып өткізілді. Байқаушылар атынан ұсыныс пікірлер жоқ. Рахмет. Рахмет сізге, сау болыңыз.